Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздерменен наурыз көже дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, төмендегі подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар бидай, жүгері және фасоль мен ет қажет болады. Жүгері, бидай және фасолімізді алдын ала суға пісіріп аламыз. Енді кезекте кеспе көжемізді дайындап аламыз. Қызып тұрған майымызға жуамызды салып қызарғанша қуырып аламыз. Үстінен етімізді салып, оны да жақсылап қуырамыз. Үстіне сәбізімізді, картопымызды және томатымызды салып жақсылап қуырамыз. Қажетті заттардың барлығын төменде описаниеда қалдыратын боламын. Қуырып болғаннан кейін үстіне қажетінше су құямыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Сорпамыз қайнағанша бетін жауып қоямыз. Кеспеміздің қамырын дайындап аламыз. Ең алдымен бір жұмыртқаға суымызды, тұзымызды салып, үстінен ұнымызды салып, жақсылап сәл қатты етіп қамыр ереміз. Дайын қамырымызды жайып, кеспе етіп турап аламыз. Кеспеміз дайын, енді қайнап тұрған сорпамызға саламыз. Дайын көжеміздің үстіне фасолімізді, бидайымызды, жүгерімізді салып жақсылап араластырамыз. Қалауыңызша айран немесе сүзбе қосуыңызға болады. Көжеміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлығыңызға ас болсын.